Құрметті балалар, мен сендерге Абайдың Крыловтан аударған «Шегіртке мен құмырсқа» мысал өлеңін оқып берейін. Ал енді оқушылар, шығармамен таныстық, ұнады ма сендерге? Иә. Енді қазір мынандай бір жұмыс істеу керек. Қазір мен сендерге мына конвертте сөздер қиындылары араласып адасып кеткен. Соларды біз дұрыс құрастырсақ, біздің бүгінгі шығарманың негізгі ойын анықтайтын мақал құрастыруға. Кең далада өлең айтып, билеп жүріп, уақыттың қалай тез өткенін байқамай, күз келгенде байқамай қалды. Күз болмай қыс келді. Сол кезінде шегіртке еңбектеніп жүрген құмырсқаны іздеп тауып, оған «Қарағор, жылы тамақ бер, жасқаша асыра». Мен өзіңден шаруашыл, жұмсақ үйреме, көгалда болып ән салып, өлеңнен қолым тиді ме? Айтшы қолың тиіпті, өлеңші, әнші езіле. Алады деп ән салсаң, Не түйдік, не алдық деген есеп беретін кезеңге келіп жеттік. Бәріміз тақтаға назар аударайық. Ішіне сыртына өзіме әдісі бәріміз білеміз. Ішіне құмырсқаның іс-әрекетіне баға береміз. Сыртына шегірткенің іс-әрекетіне баға береміз. Және өзіме не алдым? Сол туралы қысқаша айтып өтейік. Орнына тұра қой, құмырсқаның іс-әрекетіне қандай баға бересің? Құмырсқа еңбекқор, өзінің болашағын ойлайды және өте ақылды. Өзінен 60 есе жүкті көтере алады. Тұра қой. Бұл шоу арқылы елдің жауабын бағалайықшы. Мазмұн сіздерге жауабы? Иә. Енді шегірткенің іс-әрекетіне баға берейік балалар. Жауап бере ғой. Қандай баға бересің жаныма? Шегіртке өзінің келесі алдындағы жолын біледі. Ол құмырсқа бәрін жүгін, киімдерін дайындап қойған кезде шегіртке ән салып, ойнап жүрген кезде қыстың қалай келіп қалғанын білмей қалды. Тұра ғой. Жаннұрдың жауабын бағалап жіберейік балалар. Өздеріне не алды осы шығармадан? Біз кез келген шығармада, кез келген бір оқиғадан өзімізге бір түйін алушы едік қой. Айтыңыз. Өзіне болашақты қазірден бастап ойлау керектігін түсіндірді. Иә. Отыра ғой. Қайран балалар, қайран жауап. Міне оқушылар, сабағымыздың соңына да келіп жеттік. Бүгінгі сабақтан алған әсерлерімді мына жетістік баспалдағына көрсетулеріңді сұраймын. Егер бүгінгі сабақта ерекше әсер алып, ерекше ұнаса, мына жерге жаздырамыз. Орташа деңгейде болса, ортасына балл береміз. Қиналып, түсінбеген жағдайда тапсырманы орындай алмадым деген сатыға жабыстырамыз. Келе қойыңдар балалар. Ал оқушылар, сендердің берген кері байланыстарына сендерге бүгінгі сабақ ерекше ұнағанын, сендердің түсінгендеріңді көріп отырмын. Сендер үшін қуаныштымын. Осы шығармадағы құмырсқа